Құрметті оқушылар, бүгін қазан айының 19-ы күз мезгілінің аяқталатын шағы, сондықтан барлығымыз отырып әдебиет сабағынан көз туралы шығарма жазамыз. Күз мезгілін өздерің білесіңдер, жадыраған жаздан кейін келетін, қаралтанған малынған сондай ерекше бір мезгіл. Әрқайсысының ойларында қандай ой толғандарың, байламдарың бар. Соны әдемі сөздермен кестелеп, жақсы бір шығарма жазады деп ойлаймын. Бір-бірлеріне көшірмеңдер, бір-бірлеріне кедергі келтірмеңдер. Ендеше бастайық. Сыныптастарым күз жайында айналамыз сары алтынға айналғандай, сары түске боялған ерекше мезгіл деп көңілдері толқып жазып отырған болар. Рас, жаздай әр ағаштың көркі болған жасыл жапырақтар күзде үзілерін ойлап, сарғайып, ақыры салқын самал сәл тербегеннен ақ жерге түседі. Күзде диқандар егіндерін орып, малшылар семірген малдарының қызығын көріп, оқушылар мектептегі жаңа оқу жылын, ғашықтар жаңа махаббат хикаяларын бастап жатады. Ақын жазушылар өлең жырлары мен әңгімелерін жазуға күзден жаңаша әсерлі шабыт алады. Барлығы әртүрлі себептермен күзді жақсы көреді. Ал мен күзді жек көрем. Даланы сары алтынға бояған жапырақтар мені сары уайымға салады. Себебі анам аула сыпырушы. Ақындар шабыт алып жазған, ғашықтар романтиканың белгісі деп шаттана шашатын жапырақтар анам үшін ауыр жұмыс. Әр күн сайын тазалап сыпырған көшелері ертеңгісін тағы да шашылып жатады. Ана шынының самайынан аққан әр тамшы тері менің көңілімді жабырқатады. Ана менің мектепте жақсы білім алуым үшін бар күшін сарқып, күздің салқынында күн сайын еңбек етуде. Анам үшін алаңдап сабаққа көңіл бөле алмай жүрмін. Сондықтан күздің тезірек біткенін асыға күтемін.